Жеке тұлғаның соттан тыс банкроттық рәсіміне өтінішіңіз қабылданбады ма? Демек, жеке тұлға өтінім берген кезде белгіленген талаптарға сәйкес келмеген. Өтініш қабылданбаудың негізгі себептері. Бірінші, қарыздың сомасы мен төленбеген мерзімінің сәйкес келмеуі. Екінші, атында мүліктің болуы. Үшінші, қарызды реттеу туралы құжаттың болмауы. Төртінші, өтінім бергеннен бастап 3 ай өтпестен қайтадан өтінім берілуі. Төртінші, басқа да себептер. Мысалы, кейбір азаматтардың атында жер, пәтер, үй, яғни жылжымайтын мүлік, сонымен қатар автокөлік құралдары тіркелген екен. Ал кейбір азаматтардың атында жеке кәсіпкерлікте тіркелген. Бұндай жағдайда банкроттыққа өтініш қабылданбайды. Өтініштің қабылданбау себептерін жою үшін тиісті мемлекеттік органға жүгіну қажет. Бірінші, кредиттің сомасы, оны өтеу мерзімдері бойынша тиісті банкке, микроқаржы ұйымы мен коллекторлық агенттікке. Екінші, мүліктің болуы заңды тұлғаларда қатысу үлесінің болуы бойынша әділет органдарына, халыққа қызмет көрсету орталықтарына және егов порталына. Үшінші, автокөлік бойынша мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына. Төртінші, жер учаскелері, ауыл шаруашылық жануарлары және арнайы техника бойынша жергілікті әкімшілікке. Бесінші, жеке кәсіпкерліктің болуы бойынша мемлекеттік кірістер басқармаларына. Сәйкессіздік жойылған соң өтінішті 3 айдан кейін қайтадан жіберуге болады.